15-ші түн. Ей, ұлы бақытты патшам, соқыр, ей қыз, деді басшы қызға қарап. Патшаның қызы пышақпен жертіліп, жазу жазып, сиқырды оқи бастады. Орданың іші қап-қара тұман болды. Бір кезде мені маймыл қылған дию келді. Отырғандар үрейіміз ұшып қорықтық. Патшаның қызы диюға қарап, «Уә ахлан, уәлә сахлан» деп бір нәрсе айтты. Ол дию арыстан түсіне кіріп, «Ей, қиянатшы, уәден қайда? Сен маған тиме, мен саған тимеймін демеп пе едік? Енді уәдені жұтып, не істеп отырғаның?» деп қызды шайнауға айналды. Қыз өткір қылыш болды да арыстанды екі бөлді. Арыстанның басы шаян бола қалды. Қыз жылан болып тағы ұмтылды. Шаян бүркіт болды. Жылан қарқыс деген жыртқыштың суретіне кірді. Бүркіт мысық болды. Қыз қасқыр болып таласты. Дию бір анар болып аспанға ұшып кетті де қайтып жерге түсті. Анар жарылып, дені жерге шашылып, бытырап кетті. Қыз тауық болып шашылған дәнді теріп жей берді. Бір дән суға қарай домалап кете берді. Қыз ананы жіберме дегендей ишарат етсе де, ешкім барып оны тоқтатпады. Дән суға түсті. Қыз өзі барып тере бергенде дән балық болды. Қыз да балық болып суға түсті. Су ішінде қияметтей соғыс басталды. Бір-біріне ауыз салғанда шашылған шоқтай от шашырады. Қыздың тісінен шыққан бір от менің көзіме тиіп, осы көзім сонда шықты. Бір шоқ патшаның аузына тиіп, тісі сынды. Орда басқарушысының басына бір шоқ тиіп, табанда өлді. Ақырында дию жұдырықтай шоқ болып, судан атып шығып, күл бола қалды. Қыз шығып адам болып, күлді көкке ұшырып жіберді. Қыз менің алдыма келіп, бір аяқ суға дуа оқыды да маған шашты. Мен адам қалпына келдім. Шыққан көз соқыр қалпында қала берді. Сонан кейін қыз әкесіне қарап, «Әке, мен де өлем. Егер анардың шашыраған дәнін суға түсірмей ұстағанда өлмес едім. Дию мені өлетін шартты істеп кетті. Мен оны ғапылдықпен суға түсіріп алдым. Қош болыңыздар» деді де өлді. Қаза жетті, өлді ол. Тәуір емін таппады. Құран оқып арттағы ел құр әуре боп жатқаны. Қызы өлген соң патша қара жамылып қайғыға түсті. Маған, «Сен қадамы қайырсыз кісі болдың. Енді бұл елде тұрма, кет» деді. Әуреге түскен бақытсыз басым моншаға түсіп, сақалымды қырықтырып, шәһәр кезіп кете бердім. Бірнеше күн қаңғырып жүріп, осы қалаға келдім. Өткен әл-жайымды Харон Рашид халифаға айтып, жәрдем күткелі көшені кезіп келе жатып, бірінші соқырға кезіктім. Аздан соң мынау келді. Үшінші соқырды көрсетіп, «Бәріміз бас қосып, осы сарайға келдік» деп сөзін аяқтады. Әңгіме тыңдап отырған қыз рақымы түсіп, байлаулы қолын шешті. Бұ да шығып кетпей, әңгіме тыңдау үшін босағандардың қасына отырды. Қыз үшінші соқырға қарап, «Сөйле» деді.